Қазақстанда су тапшылығы бола ма? Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктері тұрғындары үшін ең танымал туристік бағытқа айналды. Инфляция Қазақстандағы маңызды өнімдерге соққы беруде. Сауд Арабиясы негізгі аймақтық делдал болып табылады. Жапония мен Өзбекстан ынтымақтастық бағдарламасына қол қойды. Иран мен Ресей жасанды интеллект қолдану туралы келісімге келді. Қырғызстан жаңа уран еліне айналуы мүмкін. Қырғызстан халықаралық теңіз ұйымына кірді. Қытай елшісі Қытайдың пілге айналғанын айтты. Америкалық компаниялардың Қытайдан ығыстырылуы. Мұсылман елдердің бірыңғай валютасы. Биыл жазда Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Союз МС-25 ғарыш кемесінің экипаждары Байқоңыр ғарыш айлағына келді. Юрт онлайнға қош келдіңіздер. Мен Жандос Сейдалин орталық Азиядағы және әлемдегі ең қызықты оқиғалармен бөлісемін. Бұл эфирді басынан аяғына дейін көріңіз. Бүгін бізде ерекше жаңалықтар бар. Қазақстанда тұщы су тапшылық мәселесі болмайды. Өйткені жаңа су қоймалары ашылатын болды. 2028 жылға қарай олар 11 облыста 20 жасанды су қоймасының салуды жоспарлап отыр. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітовтің айтуынша, қазірдің өзінде инвесторларды тарту бойынша келіссөздер жүргізілуде. Жобаның негізгі мақсаты елді су ресурстарымен қамтамасыз етіп және трансшекаралық өзендерге тәуелділікті азайтатын. Атап айтқанда Ертіс, Іле, Есіл, Сырдария, Жайық, Тобыл және Шу өзендері кіреді. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі уақытта министрлік су ресурстарында тапшылық жоқ екенін, бірақ таяу уақытта орын алуы мүмкін екенін айтуда. Сондықтан жаңа су қоймаларын құру болашақта тапшылық қаупін азайтуға, елді мекендерді су басу қаупін азайтуға және суармалы жер көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Еліміз туристік бағыттар орталығына айналатынына сенесіз бе? Мысалы, Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктері азаматтарының ең танымал туристік бағытына айналды. Skyscanner ғаламдық веб ақпараттық іздеу жүйесі мен туризм министрлігінің статистикасына сәйкес Біріккен Араб Әмірліктері азаматтарының саны 2 есеге өсті. Ең танымал туристік аймақтар Алматы мен Астана қалалары және Алматы облысы болды. Туристердің көпшілігі қасиетті Рамазан мейрамында келеді. Өйткені олар тек Біріккен Араб Әмірліктерінің тұрғындары. Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Үндістан азаматтар ғана емес, ұқсас мәдениетті зерттеп, өздерін жайлы демалыспен қамтамасыз етуге тырысады. Өзбекстан мен Қырғызстанда Қазақстанның қалаларында демалуды жақсы көреді. Еске салайық, американдық New York Times газеті Алматы қаласын 2024 жылғы ең жақсы туристік бағыттар тізіміне енгізген болатын. Мұндай деректер Қазақстанның туристік әлеуетінің дамуын көрсетеді. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов өмірлік маңызы бар өнімдер бағасының өсуіне алаңдаулы. 2024 жылдың алғашқы 2 айының қорытындысы бойынша инфляция бәсеңдеп 9,3% құрады. Бірақ үкіметтің міндеті оны төмендету және 8% дәлізде ұстау. Инфляцияны қазір тұрақтандыру, оны болашақта одан әрі төмендетуге мүмкіндік береді. Ағымдағы баға бойынша күрделі жағдайда жұмыртқа, күріш, жеміс-жидек, май, сусындар және макарон өнімдері кіреді. Премьер-министрдің айтуынша, бұл көптеген тауарлардың бағасы айтарлықтай күрт өскені. Бектенов бағаның өсуіне байланысты мәселелерді шешу үшін дәлелденген әдістерді қолдануға шақырады. Тұрақтандыру қорлары, форвардтық келісімдер, өнімнің өзіндік құнын төмендетуге субсидиялар, баға тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін сауда субъектілерімен келісімдер. Ал импортқа тәуелділіктен қорғану үшін Қазақстан өз өндірісін дамытып, әлеуметтік маңызы бар тауарларды өндіруде пайдаланылатын басым дақылдардың егістік алқабын ұлғайтуға қажет. Ал сіз айына азық-түлікке қанша қаражат жұмсайсыз? Өз ойыңызды пікірде қалдырып кетіңіз. Сауд Арабиясы тағда өзін негізгі аймақтық делдал ретінде көрсетті. Сауд Арабиясының астанасы Эр-Риядта 6 араб мемлекетінің отырысы өтіп, Газа секторындағы жағдай талқыланды. Сауд Арабиясы, Катар, Біріккен Араб Әмірліктері, Мысыр, Иордания және Палестина басшылығы Газа секторындағы әскери қақтығысты тоқтату нұсқаларын қарастырып жатқан болатын. Олар Кипрден Газаға теңіз дәлізі арқылы гуманитарлық көмек тасымалдауды оңтайландыруды талқылады. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада Газа секторының оңтүстігіндегі Рафа қаласындағы жағдайға байланысты Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізуге дәл Сауд Арабиясы шақырған болатын. Дегенмен қасиетті Рамазан айының басталуына байланысты бұл кездесу Палестина-Израиль қақтығысын тоқтату тақырыбындағы соңғы кездесу болуы мүмкін.
Кездесуде қабылданған шешімдер Израиль мен Палестина арасындағы келіссөздерді дамытуға көмектесе ме жоқ па белгісіз, бірақ біз жаңалықтарды қадағалаймыз. Өзбекстан мен Жапонияның сыртқы істер министрліктері 2024 пен 25 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына қол қойды. Ынтымақтастық ақпараттық технологиялар саласы Өзбекстанда IT-ді дамытуды. Өзбекстандық студенттерді Жапонияда оқыту мен оларды жұмысқа орналастыруды қарастырды. Жапонияның технология жағынан алдыңғы қатарлы мемлекет екенін ескерсек, бұл ынтымақтастық Өзбекстанның цифрландыруын айтарлықтай арттыра алады. Ал студенттерді басқа елде оқыту мен мәдени білім беруді кеңейтуге және арнайы мамандардың санын арттыруға ықпал етеді. Цифрландыру тақырыбын жалғастыра отырып, Иран мен Ресей жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Жасанды интеллект саласындағы этикалық кодексті енгізу жөніндегі комиссияның төрағасы Андрей Низнамов пен Иран Ислам Республикасының жасанды интеллект пен робототехниканы дамыту жөніндегі бас кеңсесінің өкілі Бехрус Минаи екі ел арасындағы ынтымақтастық жасанды интеллектті насихаттап дамыту мүмкіндіктерін талқылады. Меморандумда сондай-ақ елдерде нейрондық желілерді пайдалану этикасын дамыту туралы тармақтар бар. Бұл маңызды келісім. Өйткені қазіргі уақытта көптеген сарапшылар адамдардың, соның ішінде саяси қайраткерлердің жоғары сапалы бейнелерін жасауды білетін жасанды интеллектті бақылаусыз пайдалану қаупі туралы айтуда. Сондай-ақ келісімге қол қою құрлық елдері үшін одан кем емес Ресей мен Иран арасындағы диалогтың дамығанын көрсетеді. Ресей мен Қырғызстан бірлесіп уран өндіру туралы келісімді талқылады. 2024 жылдың басында Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Қырғызстандағы уран өндірудің болашағы туралы айтты. 2023 жылдың соңында энергетика министрлігі уран кен орындарын барлау жұмыстарын жүргізді. Бірақ жақын маңдағы аудандардың тұрғындары бұған үзілді-кесілді позициясын білдірген болатын. Қызыл омпол кен орнының қоры шамамен 14 миллион 757 мың тонна кенді құрайды. Депутат Балбақ Төлебаев ұмыт болған кен орындарын, мысалы, ақ түзді игеруді ұсынды. Қазіргі уақытта негізгі тежеу факторы уран қалдықтары мен үйінділері болып табылады. Оларды уран үйінділер деп те атайды. Олар топырақты және сол арқылы өтетін су қоймаларын ластайтындықтан қоршаған ортаға және халыққа қауіп төндіреді. Еске салайық, 2019 жылдан бастап Қырғызстанда бақылаусыз қалдық қоймаларына байланысты уран өндіруге тыйым салынған болатын. Ресей мен ынтымақтастық жобасы уран қалдықтарын жою процесін жеделдетуге, сондай-ақ шетелдік инвесторлармен келіссөздерге дайын елдің имиджін қалыптастыруға көмектесуі тиіс. Қырғызстан Республикасы халықаралық теңіз ұйымына 176-шы ел болып кірді. Халықаралық теңіз ұйымына теңізге тікелей шыға алмайтын мемлекеттерде кіреді. Армения, Беларусь, Әзірбайжан, Қазақстан, Ресейге Өзбекстан мен Түркменстан арқылы Астраханьға көлік дәлізін құру жоспарлануда. Өткел ресейлік оңтүстік облыстарынан Қырғызстанға және кері қарай ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізуді арттыруға көмектесуі керек. Теңіз ұйымына кіру Қырғызстанның халықаралық саудаға жақындауына және өз өнімдерін елден тыс жерлерде таратуға көмектеседі. Қытай елшісі Лу Шайе жаңа дауыспен мәлімдеме жасады. Лу Шайе өзінің жанжалды мәлімдемелерімен танымал саяси қайраткер. Жақында Францияда өткен кездесуде Лу Шайе Қытай енді өз мүмкіндіктерін жасыра алмайтынын және өз уақытын талап ете алмайтынын айтты. Егер Қытай халықаралық деңгейде ықпал ету аясын кеңейткісі келсе, ол жаһандық басқаруға көбірек араласуы керек. Қытай өзін үлкен мемлекет ретінде көрсетуі керек. Сен пілге айналдың, енді ағаштың артына тығыла алмайсың. Саясаткер Қытайдың халықаралық қауымдастықтағы ұстанымын нақты түсіндірді. Яғни бүкіл әлем қауымдастығы Қытайдың мәртебесі мен ықпалын арттыру үшін әрекет етуін күтуі керек. Мұндай алғашқы қадам жайлы келесі жаңалықтардан білетін боласыз. Қытайдағы американдық компанияларында дағдарыс болуы мүмкін.
Қазірдің өзінде 2022 жылы Қытайдың директивасы қаржы және энергетика саласындағы американдық технологиялар мен шетелдік бағдарламалық қамтамасыз етуді ығыстырып, 2027 жылға қарай оларды өзінің IT жүйелерімен алмастыру шараларын әзірлеуде. Бұл күш-жігер Қытай көшбасшысы Си Цзиньпиннің отандық технология өндірісінен әскери техникадан бастап, астық пен майлы дақылдар өндірісіне дейін өзін-өзі қамтамасыз етуге бағытталған жылдар бойы жүргізілген ұмтылысының бастамасы ғана. Сондай-ақ Қытай ғылым мен технологияға жұмсалған шығынды 10%-ға ұлғайтуды жоспарлап отыр. Бұл шамамен 51 миллиард долларды құрайды. Қытай нарығындағы шетелдік компаниялардың өзектілігі төмендеп келеді. Мысалы, соңғы 5 жылда американдық компьютер өндіруші Dell компаниясының Қытайдағы үлесі 2 есеге жуық азайды. Бұл өзектіліктің төмендеуі үрдісі көптеген жаһандық компаниялар үшін дағдарыс нүктесіне айналуы мүмкін. Бангладеш премьер-министрі Шейх Хасина үлкен сегіздік ислам елдері үшін бірыңғай валюта енгізу туралы ұсыныс жасады. Ислам сегіздігі елдерінің сауда министрлерінің отырысында ол бір валютаның өзара сауданы жеңілдетуге және оның айналымының арттыруға болатынын айтты. Премьер-министрдің айтуынша, бұл әр елдің азаматтары үшін әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге, сондай-ақ өмір сүру деңгейін жақсартуға мүмкіндік береді. Исламдық G8 құрамына Бангладеш, Мысыр, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пәкістан және Түркия кіреді. Ислам мемлекеттері одағының дамуын жаңа Еуропалық одақ құрудың бастамасы деп санауға бола ма? Келісім немесе мұндай жаңалықтардан бас тарту туралы ақпарат келгенде білетін боламыз. Биыл шілдеде өтетін саммитте Астана Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мүше елдерін қабылдайды. Мұрат Мұқышев алдағы саммитте көтерілетін мәселелердің негізгі сұрақтарымен бөлісті. Сондай-ақ спикер отырысқа ұйымға мүше мемлекеттердің басшыларынан бөлек бақылаушы елдердің, атап айтқанда Беларусь, Иран және Моңғолия президенттерінің қатысуы жоспарланғанын атап өтті. Негізгі құжат Дели декларациясы болмақ. Онда қазіргі халықаралық мәселелердің бағасы және мүше мемлекеттердің көп жақты ынтымақтастық бойынша одан әрі қадамдары көрсетіледі, деді Мұрат Мұқышев. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекет мәртебесін алу мақсатында Беларусь Республикасының міндеттемелері туралы меморандумға қол қойылды. Алматыға 2023 пен 2024 жылдарға арналған Шанхай ынтымақтастық ұйымының туристік мәдени астанасы мәртебесін беру Қазақстан үшін маңызды шешім болмақ. Биылғы саммит Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы мәртебесі мен беделін көрсетеді. Союз МС-25 басқарылатын ғарыш кемесінің негізгі және қосалқы экипаждары Байқоңырға қонды. Кемені ұшыру 2024 жылдың 21 наурызына жоспарланған. Кеменің негізгі экипажы Роскосмос ғарышкері Олег Новицкий, Беларусьтан ғарышқа ұшуға қатысушы Марина Василевская және НАСА астронавты Трейси Дайсон. Осы аптада ұшу алдындағы дайындық және медициналық тексерулер өтуде. Айта кетейік, негізгі экипажда, қосалқы экипажда 3 елдің Ресей, Беларусь және ақш өкілдерінен тұрады. Экипаж 6 ай бойы экспедицияға дайындалып жатыр және бұл халықаралық ғарыш станциясына 21-ші экспедиция болмақ. Осымен біз сіздермен қоштаса отырып, барша қазақстандықтарды келе жатқан Наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Және биылдан бастап Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Сәбит Парлыбаев Наурыз мейрамын 14 мен 22 наурыз аралығында тойлау туралы ұсынысты растады. Қазақстан қалаларында көктемнің басты мерекесі қалай өтетін туралы келесі шығарылымда айтатын боламыз. Жақында Йорт онлайнда кездескенше.